Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Әділ. Бүгінгі видеода мен қазақшаның челленджін орындайтын болам. Қазақша разработчиктар челлендж берген, оны қазақша маған берді. Мен артымнан тағы да 2 ютуберға осы челленджді тастайтын боламын. Ол ютуберлар бізде Курт және де Казгеймер. Осы 2 ютубер Мына эмоцияны алу үшін, енді навсегда қалу үшін маған сол челленджді орындау керек. Бүгін мен осы челленджді орындайтын болам. Челлендждің мақсаты соңғы қалған адамды сковородкамен өлтіру керек болды. Сол режимда бүгін соны өтіп көретін болам. Ал ендеше кеттік. Бүгінгі видеоның демеушісі zakazaka.com дүкені. Ең керемет бағалар тек қана компьютерлік ойындарға емес, сондай-ақ басқа да ойындарға. 100% кепілдік ойындарыңызды тез аласыздар. Сондай-ақ күн сайын тегін конкурстар және де тегін ойындар таратады. Zakazaka сілтемесі төменде. Достар, міне мен заводқа түстім, бұлтат етіп болдым. Қазір кел іздейтін болам. Менде МК. Так, МК не пойдет, басқару жүгіреді. Сосын маған сковородка керек, сковородка білмеймін. Жоқ, түспей жатыр қолыма пока. Так, XM8 бар, все. Так, қасымда бір адам. Минус біреу. Надо сковородка жоқ. Тағы да минус 2. Так, мен артымда адамдар атысып жатыр, қазір оныма қарап, оларды өлтіруге баратын болам. Так, зона шапысын алып тастадым. Опасно екен. Так, зажим кетіп қалды, енді упор шығып қалды, еще да двухстолка. Басына атсам, мына жерде мен өлетін едім сразу. Зажим кете сал, енді ондай болады. Ну ничего страшного. Зажим кетіп қалды, енді упор шығып қалды, еще да двухстолка. Егер де мен осы челленджді өтетін болсам, маған бояқ істейтін эмоцияны навсегда беретін болады. Сол себепті маған бұл эмоция, бұл челленджді қалай болса да өту керек. Қанша өлсем де білмеймін. Мен бұл челленджді бүгін 3 жазып отырмын, ол по идее 4-не дейін действовать етеді. 4-не дейін үлгеруім керек мен, короче, жазып. Так, мен мына жақта бір жұмыс істеп жатыр едім. Минус, хорош, әдемі. Білесіңдер, менде өзімнің турнирім бар, көңілімде болатын. Сол турнирімнің результаттарын қарап отыр едім, мына жақта адам шығып қалды. О-майо. Чуть-чуть қалым минус болып қалған. Әні біреу әні тұр, біреу мініп тұр. Так, біреу зонаға кетіп қалды. Так, мынаны жібермеу керек. Мынаны жібермеймін десем, өзім мен зонаға кіре алмай қалам сияқты. Так, но выживает. Так, минус. Енді бір адам қалды. Енді ол адам бізге төбеде. Ол адамды бізге ән тұр ол. Ол адамды бізге желеп сковородкамен өлтіру керек. Оны қалай істейміз? Так, ну хайлайтер бізде. На хапысын азайтпасам болмайды. Ты зажимщик, бля.
Достар, өкінішке орай мен челленджді орындай алмай қалдым. Себебі мен басқа үйге көшіп жатыр едім. Сол кезде маған қазақша челленджді берген болатын. Мен көшіп барлығын реттегеннен кейін челленджді түсіруімді бастадым, бірақ челленджді мен 3 күні кешке қарай бастадым. Сол кезде челленджді өтіп бастадым. Маған челленджді 4-не дейін өту керек болды. Уақытым аз болып қалғасын, мен бұл челленджді орындай алмай қалдым. Түніне дейін мен үлгермедім, өтіп қанша катка ойнасам да өте алмадым. Оңай челлендж болмады, өте қиын челлендж болды. Сол себепті осы челленджді өте алған жоқпын. Келесіде енді тағы да челлендждер берсе барынша өтуге тырысатын боламын. Енді келесіде ертерек бастаймын түсіріп. Осы жолы қолым босамай қалды. Көшіп жаттым, реттеліп жаттым. Барлығын реттеп болам дегенше уақыт аз болып қалды челленджға дейін. Сол себепті уақыт аз болып қалғаннан өте алған жоқпын. Келесіде енді барынша өтуге тырысатын боламын. Осымен видео аяқталды. Видео кімге ұнады, лайк басып, каналға тіркеліп отырыңыздар. Сау болыңыздар, амандықта жүздескенше.